Есірткі ең қауіпті әрі зиянды қылмыс түріне жатады. Бұл қылмыспен күресу оңай емес. Сондықтан есірткімен қоғам болып күресуіміз қажет. Болды. Жарайды. Ассалаумағалейкум. Қалай досым? Жақсы ма? Кел. Я? Не жаңалық? Досым, бір жұмыс бар. Істейсің ба? Курьер боласың. Бір зат тасығанға 3000 теңге төлейді. Не зат екен ол? Не зат дейсің ба? Шөп қой. Наша бар ғой кәдімгі. Досым, алғашында 3000 теңге төлейді. Ары қарай істейтін болсаң, одан да көп ақша төлейді. Міне, көріп тұрсың. Оқудың ақшасы келе жатыр. Осымен шығарып аламыз. Досым, қазір жаспыз. Болашаққа деген нық қадамымызды дұрыс басайық та. Қысқасы, саған айтар ақылым, уақытымызды бос нәрсеге жұмсамайық та, дос. Жақсы. Бір өте маңызды мәселе мықты жастар саясаты. Біз жастарға жаңа мүмкіндіктер беруіміз керек. Еліміздің жастары мен талантты азаматтары мемлекеттік қызметте ілгерілеу үшін арнайы кадрлық бағдарлама дайындаймыз. Алло, сендер айтқан жерге тығып кетіп, енді тез ақшамды беріңдер. Алло, я басеке, кездесу жақсы өтті ойдағыдай. Рахмет. Ау, бизнес шоуға 1-2 күнде дайын болса, өзіңізге апарып тапсырамын. Жақсы. Қымбатты көпшілік, жастайынан білімге қызығып, осы күнге дейін көптеген жетістіктерді, белестерді бағындырған Аян бауырымызды шын жүректен құттықтаймыз. Біздің арнайы сізге деген алғыс хатымыз, марапатымыз бар. Соны қабыл алсаңыз, бұйыртса алдағы уақытта бұдан да үлкен жетістіктерге жете беріңіз. Интернет дамыған сайын, қылмыс әлемінің әдістері күннен күнге дамып келеді. Есірткі сатушылар қазіргі таңда интернет арқылы заңсыз айналымға көптеп адамдарды тарту үшін түрлі бізде бос жұмыс орындар бар деп хабарландыру таратуда. Осы есірткі саудасымен айналысқан азаматтар заң жүзінде өмір бойына бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Сен өз тағдырыңды өзің қорғылма. Өз өмірің өз қолыңда.